Assalamualaikum. Mine biz nağız kereylerдің жайлауына кеп. Жайлауға киіз үй тігіп, арқасын кеңге салып жатқан қазақтардың міне үйін тігейік деп жатырмыз. Мынау жереге деген. Анау есік, ана жағы. Есің күн көбінде күншығысқа қаратады. Мына бері. Таяқ жібер. Мына керек ағашты айқастырады да, мына киіз үйдің ең ерекшелігі бірде-бір темір шеге ештеңе қолданбайды бұған. Мына киіз үйдің керегесінің көгі деген нәрсе. Мына қайыс жіптен, теріден қайыс тігіп, содан осылай көк жасайды, түйен терісінен. Так, мына балқын деп шеттік. Құр арқан, құр арқан мен құр таңқышпен керегенің айқасқан жерлерін осылай тігіп, екеуін бірге айқастырып, қосақтап бастарын өріп отырып байлап тастайды. Одан кейін дауыл болсын, жауын болсын, таң бірдемесі болсын, ешқандай болмас, керемет берік. Сондай үй. Қазір мына жерден шаңырағы болады, мына қойғаннан кейін шаңырағын көтеріп, бақанбенен көтеріп тұрады да, сосын ұқтарды шашиды. Шашып жаңа. Мына жерде осы айыр жерге басын әкеп байлайды. Сонымен киіз үй көтеріледі. Одан кейін сыртына жаңағы туырдық дейді, үсік дейді, жаңағыларын жауып кигізден. Киіз үй пайда болады. Қазақтар. Деген нәрселер битіп түсіресің оны. Ой, шіркілай, не деген өнер мұна. Әне. Бақ. Алты қанат тағырда дейді, 90 бас үй екен. Әне. Так.